Қайырлы кеш балалар, мынау кубиктің ең бірінші есте сақтайтын жағы мынау ақ жағына, сары жағы болады всегда. Осы бойынша жинауды бастаймыз. Мынау ақ жағының 4 кубигін сары жаққа кеп жинауымыз керек. Сары жақты алдық, міне бір ақ кубигі өзі тұр. Енді екінші ақ кубигін қарастырайық. Мына жерде тұр екен ағы. Бұны қалай апарамыз? Бұны әкелеміз, сарыға жинаймыз, ұмытпаңдарыңыз. Мына жаққа аудардым былайынан. Сосын мына жаққа келдім. Ортасын жинап жатырмын. Мына 4 ромашка деп аталады бұл. Енді келесі менде мына жерде тұр ақ. Сары мына жерде тұр. Көріп тұрсыздар ма? Бұны қалай мына жаққа алып келеміз? Мынау кетіп қалмау керек. Мына екеуі кетіп қалмау керек. Сонда былайынан әкелеміз. Мына жерге ортасына әкеп алдым. Мына жерге әкелуім керек, сарысына. Так, мына жерге әкелдім. Енді үстіңгі қабатты көтеремін. Уже менде 3 кубик бар. Енді тағы қарай, мына жерде тұр ағым, сарым мына жерде тұр. Кішкене айналдырам, бірақ мынау қайтадан орнына әкелеміз қазір. Мына жаққа апарамды. Айналдырып алам. Сосын қалай айналдырып әкеп едім бағана, солай қайтадан айналдырып әкеп қоям. Менде мыналар не важно тұрғандар. Мынау ромашка деген мына 4-еу тұру керек. Мына 4 кубик тұру керек. Енді келесі шарт бізде балалар, мынау центрлармен қырындағы центр нүктелері, мына центр кубиктары ортадағы, бұлар ауыспайды. Қалғандар бәрі ауыса бере алады, тек мыналар ауыспайды. Соны есте сақтаңдар. Мынау қызыл жаққа мен қызыл тұрған ромашкамды қоямын. Мына жақ ромашка менде, оны үстіге қаратып қоямын. Сосын қызыл тұр, мына екі жер, қызыл ақ, мына жер қызыл. Сол қызыл екеуі тең бірдей болды. Мына жағында ақ, мына жақ қызыл. Осы қызыл жақты айналдырып астына түсірем. Неге астында? Өйткені менде ақ бар. Үсті менде қызыл, асты менде ақ. Көрдіңдер ме? Қызыл түсті. Енді келесі жағымды айналдырам. Келесі ромашка менде жасыл. Жасылдың центріне әкелем. Жасылдың центрі қайда? Міне жасылдың центрі келді. Енді осы жасыл бетті бұлай айналдырып астыға түсірем. Неге астыға түсіріп жатырмын? Бұл жаңа үстінде тұрды ғой. Үстінде ромашка болып тұрған. Мен астыға түсіріп арқылы мынаған ақтарын жинап беріп жатырмын. Бұл жасыл жақ ауысты. Енді келесі жақ менде қызыл. Қызыл жақ ромашкамды іздеймін. Міне қызыл жағым шықты үсті. Міне, жоқ, қызылды жауыстырып тастаппын ғой мен. Так, келесі ромашка менде оранжевый. Оранжевый өзі түрі. Центрмен связанный тұр. Осы оранжевый жақты айналдырып астына түсірем. Сонда былайынан болды оранжевый. Көрдіңіз? 3 болды. Енді менде 4-ші көк. Міне ақтың ромашканысы мына жерде көкке апарам. Міне көкке алып келем. Көктің центрмен бірдей болу керек. Ақ, ромашкам көк. Енді осыны айналдырып астына түсірем. Енді астын қарайық. Міне. Ортасы ақ, плюсик шықты. Мына боковой жандарын қараймыз. Оранжевый, ақ тұрған жер, мына жер оранжевый, центрмен связанный. Мына жер көк тұр, оранжевый екеу. Ақ, мына жақ көк, мына жақ қызыл, міне, мына жағы жасыл. Уже міне центрларын құрап алдым. Орташы плюс, мына жақтарын бәрінде центрлармен связь ұсталып тұр.